Қайырлы күн достар. Бүгін менде студияда Отбасы банк басқарма төрағасының орынбасары Жансұлтан Матай келіп отыр. Жансұлтан мырза, қысқа ғана Инстаграмдағы көрермендерімізге айта кетсеңіз, ең жиі келетін сұрақтардың бірі ол Наурыз жұмыскер бағдарламасы қашан басталады? Жалпы Наурыз бағдарламасының қандай да бір өзгерістер енгізіле ме, жоқ па? Осын жайлы қысқаша жауап берсеңіз. Қайырлы күн. Наурыз бағдарламасы өтінім қабылдау 10 наурыздан басталды. Оны енді хабардар шығарсыздар. Өйткені әлеуметтік желіден барлық жерден айтылып жатыр. 31 наурызға дейін өтінім қабылдау жүргізіледі. Шарттары бұрынғыдай, өздеріңіз білесіздер, 2 миллион депозитте болу керек. Соңғы 5 жылда атында үй болмау керек деген сондай шарттардың негізінде өтінім қабылданып жатыр. Наурыз жұмыскер осы 31 наурызда наурыз бойынша өтінім аяқталғаннан кейін, содан кейін арғай нақты мерзімдер белгілі болады. Және де үй кезегіне қатысты Жансұлтан мырзаның айтары бар. Үй кезегіне қатысты енді өздеріңіз білесіздер, тағы да естеріңізге салайын. Үй кім кезекке бірінші тұрды, солардың ортасында екіншіден әр отбасының табысына сәйкес үлестіріледі. Біреуге аренда ұсынылады, біреуге несиелік үй ұсынылады, біреуге жаңа пәтерін жалдап тұрған азаматтарға табысына сәйкес бір бөлігін жаңа өтеп беру мемлекет тарапынан соны ұсынылады. Сондықтан 2 наурыздан бастап енді оны да хабарлағанбыз. Осы айтылған мемлекеттік қолдау шаралары тек қана кім өзектендіруден өтті, өз туралы жаңағы базада кезекте тұрған ақпаратты жаңалады бүгінгі таңда. Ол кісілердің телефондары, адресі, бүгінгі таңдағы санаты, отбасы мүшесі, сондай негізгі ақпараттың өзектендірген азаматтардың ортасында бірінші жүргізеді. Бірақ кім өзектендіру өткен жоқ, инвентаризация өткен жоқ, ол кезектен алып тасталынбайды. Ол тұра береді, бірақ оның өзектен өткеннен кейін ол сол үлестіру процесін сосын барып қосылады. Сондықтан ұмытпай .org.otbасы.kz порталына кіріп өздеріңіз туралы, егер үйге мұқтаж болсаңыздар, шын соны өздеріңіз туралы ақпаратты өзектендіріңіздер. Толығырақ енді әлеуметтен айтатын боламыз. Рахмет сізге, Жансұлтан мырза.